Қазақ-Қытай шекарасында тәртіп орнап келеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қытаймен шекарада бейберекетсіздік орнағанын мәлімдеген болатын. Премьер-министрдің орынбасары, қаржы министрі Ерлан Жамаубаев Қазақстан мен Қытай шекарасы арасындағы статистикалық деректердегі алшақтықтар 40,5%-ға дейін төмендегенін айтты. Оның айтуынша, үкімет салық базасын кеңейту жұмысын жүйелі түрде жүргізеді. Мәселен, соңғы 3 жылдың өзінде салықтық және кедендік әкімшілендіру мен цифрландырудан бюджетке 2 триллион теңгеден астам қосымша түсімдер қамтамасыз етілгенін атап өткен жөн. Оның тек 680 миллиард теңгеден астамы былтыр бюджетке түсті. Тағы бір атап өтетін мәселе, мәжбүрлеп өндіріп алуды қолдану есебінен салықтық берешек 337,2 миллиард теңгеге төмендетілді, деді министр. Сондай-ақ Ерлан Жамаубаев Қазақ-Қытай шекарасындағы жағдайға тоқталды. Былтыр Қытай Халық Республикасының экспорты Қазақстан Республикасының импорты бағыты бойынша статистикалық деректердегі алшақтықтар 40,5%-ға дейін төмендеді. Осыған дейін бұл көрсеткіш 45%-дан асатын. Бұл бағыттағы жұмыс күшейтіледі, деді үкімет басшысының орынбасары. Айта кетейік, биыл президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қытаймен шекарада бейберекетсіздік орнағанын мәлімдеген болатын. Бюджет кірісін арттырудың сыры шекарада тәртіп орнатуда жатыр. Әсіресе Қытаймен шекараны реттеу керек. Ондағы нағыз бейберекетсіздік бәріне белгілі. Көліктер тексерілмейді, салық төленбейді. Қытайдың кеден органдары статистикадағы айырмашылық миллиардтаған долларға жететіні көрсетіп отыр. Заңға бағынбайтын уәкілетті операторлар бар. Мемлекеттік салық түрінде 10 миллиард теңгеден айырылып жатыр. Бұлай болмайды, деген еді мемлекет басшысы.